Ассалаумағалейкум, кеш жарық роднойлар, қалайсыңдар? Біз Ақтаудан Жаңаөзенге қарай шықтық. Техникалық ақауларға байланысты сәл кештетіп бастаймыз бүгін. Енді жаңағы макидің алдында адам толып тұр дейді роднойлар. Үйлеріңе тапсырыс беріңдер, үйлеріне барамыз, үйлеріңе. Қазір мен бір пост салам. Ол постты қарап отырып, Криштиану Роналдудың өзі мынанкі мықты болып кетті ғой деп айтатын сияқты. Клемен қазір дайындалыңдар роднойлар. Йоу, анан қарасаңыз, Жаңаөзен. Қарадым. Атын білесіңдер ма? Атын білесіңдер ма? Кім? Ай, молодец. Асол. Тура айтсаңыз. Асол. Шахима. Ямар ном уншиж байгаа? Менің роднойларым. Мына жер Қарақия деп аталады. Қазақстандағы ең төмен орналасқан нүкте. Точка қанша бөлсе екен деймін. Осындай. Біліп жүріңіздер. Ақтауда екен. Қайырлы таң! Ой, қараңыздар, қандай кайф болып тұр. Кеше түнделетіп Риксосқа келіп қалдық. Балалардың барлығы шомылуға бара жатқан секілді. Мына жақта біздің бала жатыр. Тұр, ақшасын шығарайық. Менің түріме мән бермеңдер, ұйқыдан енді тұрғам. Негізінде жерде қара очки киіп отыруым керек еді, бүйтіп, қандай көзімді қинамас үшін. Бірақ очкиң қайда деп сұраңдаршы. Сәргі очкиң қайда? Трассада келе жатқанда қолымды шарыққа едім, ұшып кеттім. Кеше осындай күшті сообщение келді, ана жақта шетелден осындай кері байланыс кайфда өсіп жатырмыз. Шүкір, клея мысалы, құдай қаласа амбассадор болып қалмыз мүмкін. Ешкімге айтпаңдар, не точно. Мерседеске имидж ролик түсіреміз, аз екенбіз, кайф. Алла, уақыттарыңыз болса, келесі стористерді міндетті түрде көріңіздер. Жаңаөзеннен естеліктер арасында күшті әңгімелер де бар. Рахмет үлкен. Тағы бір сағат мызғып обедке тұрсам, алдыңғы сториста шаштарың бір түрлі болып тұр дейді. Бұл душқа түсуге бара жатырмын, қазір красавчик болам, ал шашымды немен жоғым? Так, шашымды... Ой, бұл не бол? Бұл не? Әрине, қош есті Клемен біздің шашымыздың... Ой, кей. Өзім де шоке оқым, түсінбей қалдым, мен де деді ғана қыздарда, деді мә, көздеріне сенбей тұр ғой. Значит, сіздер сүйіп қарайтын болып тұр ғой, күніндегі нелеріңізді. Күнінде не айтасың, бәрі қарайтын болып тұр. Таң қалғанда мен де қарсы отырым да, сүбей отырым да, действительно. Бір-біріңе қарады, ғашық бол, көздерің айтады тек шындық сол, махаббат. Бір-біріңе қарады, ғашық бол, көздерің айтады тек. Ал, Жаңаөзен, қош келдік. Біз әдеттегідей маки-макимен доставкадамыз. Көтеріңкі көңілге, ыстық махаббат және де қонақжай роднойлар. Кеттік. Мені жаным Қыздар, өйтіп отырсыздерді. Аружан. Қайсы? Не болды? Кіреулік па? Еще тұрар бар ғарым. Екеуіңе сәлем. Жалпы деген, блогер жайды. Арасында қалып тұр, бірақ сізде көрген сияқтымын. Бірақ көп Инстаграм деген жерден қарамаймын да. Бірақ қыздарым айтады, мама, или барайықшы ашылуына деп қоймайды да маған да. Бара қой өзің деймін ол. Онда заказ етіп, кеше жеттік қой деймін, жақында болсын күттіздер осы. Бере қойып. Ладно, бере қойып. Кімді деймін, көршілерге кетіп жатыр, мені чатта қарайғанда колобок деп жатыр, бірақ нағызым Қадырбаев депті. Ол кім деймін, ода блогер, суретімді көрсетіп жатыр ғой, маған. Міне мына жігіт дейді ғой. Өмірде қандай екен? Ойыңыз олың сияқты. Қазір вообще жаман қатысы болып қалды. Өздері түсінбей тұр да. Бүйтіп тұр да еще да. Шын ба, өтірік ба деген сияқты. Қандай жолды, қандай бағытты таңдайын десем де, жаңағы ата-анасы қолдап тұрса, ол бала шабытқа толы болады да. Жаңағы керісінше мен саған сенем, сен соған жету керексің деп
шабыт беріп қойса, ол бала соны тырысады да ата-ананың міндетін ақтайын деген сияқты. Сол өзінің қалаған бағытында деген сияқты. Сол сіз енді бұл да бір кішігірім андай мынау өмірдегі күнделікті өмірдегі заттар болса да, соны балаларыңыз қолдап тұрсыз ғой. Соған рахмет. Bir-biriga qarada g'ashiq bo'l, ko'zlaring aytadi tek shunliq so'z. Marhabat, Почти келмейме деп ойлап отырмын, уже мана кешігіп жатқаннан кейін. родной дейсің ғой, мана артында жатсың родной. Ер баласың ғой родной. Келгеннен білдім да, сен бұйырайын. Жалпы не деп кетемін, бір өмірде бір рет болсын көрейін деп, мотиватор деп. Енді жақсы болып тыңдаймын, қараймын, отырыңыздар. Көп мотивация аламын. Басында бизнес бастап қорқатын едім, сөзге қарап, кішкене талпынып, өз-өзіме мотивация. Бизнес бастап кеттім, алға қадам басуды үйрендім. bir-biriga qarada g'ashiq bo'l, ko'zlaring aytadi tek shunliq so'z. Marhabat, marhabat. Ой, мынау деген не запланированный, но кайф темасы болып отыр. Ақшаны максимально шығарып жатырмыз. Теңіз неде түсті, аквапарк, спа, тағы не бар, бәрін жеп, тойып, ішіп жатырмыз. Атмосфера тамаша болып тұр. Әне, тренер. Мен дауыс істеп тұрам да іште орды. Әне. Қайырлы таң дейтін осы шығар, не деген вид. Осы кезде ана өлең болады. Давай, кәмпірар онлайн. Good morning. I just wanna say that. Слишком әдемі, слишком күшті. Кайф. Өте кайф. Айтып тұрып қой, дамытыңдаршы мына Ақтауды, пожалуйста. Мынау жақта Турцияда бар, Дубайда бар, бәрі бар ғой мына жерде. Мына жерде күшті, айдан жүр міне. Good morning дейші. Негіз мойында көріп, осы стористар үшін тұрдық негізлерде. Мына осы көрсету үшін не деген? Денесі барлар осылай жүреді, футболкасын шешіп алып. Біз деген осы футболкамен қазір тісім шешіп тастайын да. Кайф қана жер. Кайф. Тема шын. Өтірік скромный болмаңдаршы, пожалуйста. Өтірік скромный болмаңдаршы. Мына Риксқа рахмет. Мынандай аяқ киім бізге беріп жатыр, а то мен слансуды ұмытып кетіп. Все, мен точно осы Ақтауға бала емес, күйеу бала боламын. Кеш айтқан бала күйеу бала бол, қайдағы бала деген ғой. Мынау ұнап қалды маған. Шынымен қатты ұнап қалды. Бірақ бір обидасы кешке айтқан бізге рассвет ол жақтан шығады деген. Біз сол үшін все ерте тұрайық, осы рассветті күтейік дегенбіз. Сөйтсек рассвет ана жақта. Міне, дым көрінбейді. Просто енді болмаса рассвет болмаса осыны көрейік деп. Біз завтракқа үлгеріп, обедке үлгермей қалғанбыз ғой. Жүгіріп келсек, дым жоқ қой. Ой, бұл. Әпке, пожалуйста, әпке деп тұрмыз қазір. Мына жігіт тамақтың қайда бар екен айтам деп. Артына еріп тұрады әкеміз. I just wanna say that. Главное, завтракқа үлгердік қой. Ендеше обедке бір нәрсе қыламыз деді ғой. Сеніп отыр мына жігітке. Тұрар екеуміз қатты уайымдап едік. Тегін тамақтар үлгермей қаламыз ба деп. Жеттік ау міне. Рахмет, ас болсын. Рикс молодец. Екінші ресторан сияқты біз сияқты ұйықтатпағандарға 4-ке дейін үлгересіздер. Біліп жүріңіздер. Қимыл мынау не айтады мына бала, жабайы ғой расында өскен жері дала. Мамандығы әнші емес мүлдем басқа сала, кім не десе де мейлі. Естігенмін естіп келем әлі ести берем, аман сау тұрған кезімді әлі істей берем. Әуенді тыңдасам ойға кетем терең, жүректен түскен сөздерді қолыммен. Қысаймыз ба? Бүгін біз жаңа өзінде қонақрамыз, Маки-Макимен бірге дастарханда боламыз. Қимастық болса, баянды өмір, ара күндестік болса, түсінбестік болса, баянсыз ғұмыр жақсы. Әпкем айтады, үйленіп атса көйлекті тегін беремін дейді өзіңіз. Точно ма? Точно.
Сапаңыз. Mana. Ko'ylek Айтпаса қалың салып көйлек тегін болады. Ko'ylek dayın endi qiz kerak. Қыз керек. жүрсең де Ko'ylek istеп olamiz. болуды ойла талай түсіңде сынға ешкімді батырма Я мына қысы сіздерді көремін деп сол шабат келді ғой жұмыстан кейін келаттар деп күтіп тұрдық қой келгесін көріп кетсін бірақ енді сіздің историяларды қарап отырмын кейде Тағы да жаңа өзіңдер менің туған күніме сыйлық әкеліп жатыр. Мен манго, мен сізді жақсы көремін деді. Алып келген ғой негізі торт. Еріп кетті жаңа өзен погодасы ыстық. Тағы әкеліп бердім. Рахмет. мен туыспын деп кішкене ашылып Ашылсай мені. сіздерге респект сіздер тау